Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен біз гренки дайындаймыз. Гренки дайындау үшін бізге бір буханка нан және 4 жұмыртқа, тұз и қуыру үшін сұйық май қажет болады. Бірінші біз нанды осылай видеодағыдай турап аламыз. Өзіңіз қалауыңыз бойынша басқа түрде турасаңыз да болады. Мен осындай қалыпта турағанды жақсы көремін. Және осыны турап дайындап қойғаннан кейін 4 жұмыртқаны удобный өзіңізге ыдысқа салып алыңыз. Және оған кішкентай жарты шай қасық тұз қосыңыз. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Және оны вилканың көмегімен жұмыртқаларды бір-біріне араластырыңыз. Және араластырып болғаннан кейін оны сұйық майлы табаға құйып, осындай нандарды осы массаға малып аламыз дағы қыздырылып тұрған майға қуырып аламыз. Егер де сіз жұмыртқасы көп болғанын ұнатсаңыз, жұмыртқаны көптеу қосыңыз. Ал егер де жұмыртқа аз болып, нанның өзін қытырлақ етіп қуырғыңыз келсе, сол жұмыртқасына аз салсаңыз да болады. Бұл тағам өте дәмді және тойымды болып шығады. Бұл азанғы, таңғы асқа, обедке дайындасаңыз болады. Осындай аджигамен немесе салатпен жесеңіз өте дәмді. Сізге ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіз.